Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас мен Ғали. FIDE World Cup 2023-тің жеңімпазы Магнус Карлсен. Қанша жыл осы жарысты ұтуға ұмтылды. Бусянжиден таяқ жеп қалды, Ян Кшиштов Дудадан жеңіліп қалды. Енді әртүрлі мықты ойыншылардан жеңілді, бірақ дегеніне жетті. 2005 жылдан бастап осы әлем кубогына қатысты, бірақ тек қана 2023 жылы ғана осы межені бағындырды. Қайтпас қайсар мінезі бар, дәл қазір бұл әлем чемпионы емес, өйткені Динг Лерен немесе Ли Тей деген ұмытпасам, қазір әлем чемпионы. Енді осы партияны тамашалайық. Қарсыласы Прагананда, осылай дұрыс болады екен, Прагананда. Бұл дегенде Үндістанның 18 жасар баласы, көріңіздер, ешқандай ақпарат жоқ. Енді Магнус Карлсен туралы ақпарат жетеді. 90 жылғы әлем чемпионы болған, гроссмейстер 2855 деген сияқты Норвегия азаматы, сіздер білесіңдер. Ческом сайтынан осы ақпаратты алдым. Кеттік. Осы партиядан кейін ол келесі партияда тең түсті де әлем кубогының егері атанды, жеңімпазы. Естеріңізге сала кетейін, барлық жарыстарды бірнеше рет ұтты. Осы әлем кубогы ғана қалатын, және оның айтуы бойынша ол үміткерлер жарысына қатыспайды. Келесі жылы болатын үміткерлер жарысына қатыспайды. Үш адам, Абасов Ниджат, Фабиана Каруана және Рамеш Бабу Прагананда, олар барлығы неге үміткерлер арасында жарысқа қатысады. Кеттік, көрейік партияны. I4, I5, ATF AC6, PLC4, ATF6, Hungarian Defense and Giacomo Pianissimo дейді. Венгрия қорғанысы немесе Giacomo Pianissimo Италия партиясындағы өте тыныш ойын деген біледі. Сонымен D3, енді негізгі жүрістерді білесіздер деген ойдамын. Атты G5-ке қойып, мына F7-дегі торға шабуыл жасайды. D3, PLC5, A4, D6, патшаны сарайғыздық A5. Бұл енді жүрістің ең басты мақсаты әрине болашақта ақтар деген C3, B4 деген іс-әрекеттің арқасында мына уәзір қанатындағы кеңістікті басып алмалы мүмкіндік бермеу. Басып алғысы келеді, соған мүмкіндік бермеу. Піл I3, жедік және патшаны сарайға кіргіздік. Ат BD2, ат I7, бұл енді атақты Гарри Нельсон Пилсберидің сүйікті маневрларының бірі. Бұл ат деген мына G6-ға орналасады. Ат H4 және C6. Уәзір I1 және D5. Егер де орталық үшін күрес жүргізілмесе, онда қаралар өздері осы жұмысты жүргізеді. Піл D3 және піл B3 және уәзір D6. Әрине, мына F6-дағы атты сіздер қорғау керексіздер. Мен үнемі өзінің видеоларымда айтам, бұл ат деген қорғаушы, өрт сөндіруші деген лақап аты бар. Бұл деген патшаны өте жақсы қорғайды. Уәзір G3, ат H5, уәзір G5, G6 және ат F5. Жедік және патша G7. Мына F6-дағы торды бақылауда ұстап тұр және эндшпильге баруға қарсы емес. Патша H1, уәзір F6, жедік. Жалпы бұндай позицияны әдіше 18 жасағы Прагананда Магнус Карлсенді жеңе алмайды. Шын мәнде не себепті ол деген уәзірлерді айырбастады, не себепті осындай вариант таңдады, мен үшін түсініксіз. Өйткені Магнус Карлсенмен мүлдем басқаша ойнау керек деген сияқты. I4, жедік және тура AD8. Сіздер білесіздер, ауыр фигуралардың осындай ерекшелігі, олар деген ашық және жартылай ашық тік жолдарды ұнатады. F2, тура D4, бұлай және ат G8. Мына F6-дағы атты қорғап тұр, батарея құрылды, бірақ батареяға көңіл аударып тұрған ол жоқ. C3, тура D7, профилактика. Қандай мәселенің болса да алдын алу, көрдіңіздер ме? Қарсылас деген әртүрлі жақтан мына F7-деге шабуыл жасағысы келеді, ол оған мүмкіндік бермейді. Бұлай, тура I7, алдын ала мына сарбазды қорғайды, егер де бұлай қос соққы жасайтын болса, онда оған дайын болады. Піл C2, ат D7, ат C4 және тура A8. G4, F6. Мен үшін тағы да бір түсініксіз шешімдердің бірі мына G4 деген іс-әрекет. Бұндай жүрістерге әуес болмаңыздар, егерде
орталық тұрақты болса, өзіңіздің патшаңыздың қоршауын бұзбаған дұрыс. F6, G2, H6, G5, жедік және ат F7. Тура G2, тура I6. Бұның ең басты мақсаты не? Мына үшінші және алтыншы қатарды бақылауда ұстау. Білесіздер, атақты Филидор ережесі. D2, тура F6, жедік және B4. Жедік және патша F8. Бұның ең басты мақсаты әрине мына D жолындағы толығымен мына торларды бақылауға алу, бұл ең басты мақсаты. Және болашақта мына жолды H жолын әдемі пайдалану болып есептелінеді. G2, патша I7, A5 және тура H8. Бай, ат H5, қос соққыш сақсы кеп тұр. Мына жаққа кіріп, патша G1, ат F4, былай және тура H3. Бұл жерде тағы да білет, біз деген атақты Филидор ережесін есімізге түсіреміз. Франсуа Андре Даникан Филидор үшінші және алтыншы қатардың қаншалықты маңызды екенін сіздер білесіздер. A6 жедік, піл A4, тура C3. Білесіздер, ауыр фигуралардың сондай бір ерекшелігі артынан және оң жақтан және сол жақтан шабуыл жасаған ұнатады. A5, патша, ат G5 барлығы бірлесіп мына патшаның қал жағдайын білгісі кеп тұр. C2, шах және тура A3. Шах және патша F6. Не айтуға болады? Осымен ойын аяқталды. Мына пілдің баратын жері, басатын тауы өкінішке орай жоқ және келесі жүріс, мысалы былай тура A1, қарсылас деген ешқайқа бара алмайды. Ешқай бара алмайды және осындай жағдайларды. Осы партиядан кейін келесі партияда Магнус Карлсон тең түсті, бірақ мына партияға көңіл аударыңыздар. Негізгі уақытта бұлар деген бірде-бірде ойнап шықты, бірде-бір, ал тайбрейкте қосымша партияларда ол ұтып кетті. Магнус Карлсон әлем кубогының жеңімпазы 2023 болды. Осымен Месси, мысалы өзінің Аргентина құрамасымен әлем чемпионы бола алмады, немесе Аргентина құрамасымен бір үлкен жетістікке жете алмады. Сол себепті оның арманы тек қана өмірінің соңында, енді өзінің мынандай жарыс, енді мынандай кәсіби мәнсабының соңында ғана келген нәрсе. Сіздер білесіздер, 22 жылы Месси әлем чемпионы болды. Тура сондай Магнус Карлсон барлық жарыстарды ұтты және осымен ең еркін зейнетаққа шықса болады. Магнус Карлсон енді егер қайтып келе ме, қайтып келмей ме белгісіз, бірақ классикалық шахмат немесе стандарттық шахматты мүлдем ұнатпаймын және қаламаймын деген ақпаратты жиі бұқаралық ақпарат құралдарында және өзінің сұхбаттарында айтып отырады. Мен енді жедік деген сөзді көп қолданамын, ал шын мәнінде алу деген сөзді қолданған дұрыс. Жақсылықта кездесейік, сау, сәлемет болыңыздар.